Біз бүгін Аман Абасиловтың «Әлеуметтік лингвистика» деп аталатын кітабы 2016 жыл Алматы баспасынан жарық көрген кітабы талдайтын боламыз. Бұл кітап 248 беттен тұрады. Және бөлімдері: бірінші кіріспе бөлімі әлеуметтік лингвистика нысаны, мәні, негізгі проблемалары деп аталады. Екіншісі әлеуметтік лингвистиканың танымдық аппараты. Екіншісі әлеуметтік лингвистикалық ғылымдар жүйесінде алатын орны, әлеуметтік лингвистиканың қарауында жататын негізгі проблемалары, әлеуметтік лингвистиканың негізгі ұғымдары, тілдік қауымдастық, тілдік тұлға, тілдік қабілет, тілдік норма, тілдік және тілдік емес қарым-қатынас жағдаяты және ортасы. Тіл тұтынушының қарым-қатынасты құзыреттілігі, тілдік жағдаят, сөз мәдениеті, сөйлеу және сөйлеу актісі, және де әлеуметтік лингвистика зерттеу әдістері мен материал жинау көздері. Әлеуметтік лингвистиканың екінші бөлімі әлеуметтік лингвистиканың зерттеу бағыттары деп аталады. Синхронды әлеуметтік лингвистика, диахронды әлеуметтік лингвистика, макро және микро әлеуметтік лингвистика, теориялық әлеуметтік лингвистика, әлеуметтік лингвистиканың басқа да зерттеу бағыттары деп аталады. Келесі ол бізде үшінші бөлімі тіл және қоғам деп аталады. Үшінші бөлімінде бізде тілдің өмір сүру формалары, әдеби тіл, ауызекі, диалекті, әлеуметтік диалект, пиджин, креол, арго, жаргон, сленг деген сөздер деген тақырыптар бар. Келесі ол бізде төртінші бөлім бізде тілдік жағдаят деп аталады. Бұл жерде этнолингвистикалық жағдаят, тілдік жағдаят және оның типтік түрлері, табиғи және жасанды билингвизм, диаглоссия мен билингвизм секілді әртүрлі тақырыптар бар. Соның барлығын сізге қазір талдап көрсететін боламын. Және бесінші бөлім ол бізде тіл және де саясат деп аталады. Ол бесінші бөлімде бізде тіл саясаты, тіл дамудағы орны мен мәні, тілдердің құқықтық заңды мәртебелері, мемлекеттік тіл, мәні мен қызметі, Қазақстан Республикасы туралы да айтылатын тақырыптар бар бізде. Ал алтыншы бөлім Қазақстандық әлеуметтік лингвистиканың қалыптасуы мен дамуы, пайдаланылған әдебиеттер тізімі, яғни бұл бізде қосымша тақырып ретінде берілген. Енді тақырыптарға кеттік. Әлеуметтік лингвистика дегеніміз не деген сұраққа жауап беріп көрсек? Әлеуметтік лингвистиканың нысаны қолданыстағы тіл. Әлеуметтік лингвистиканың зерттеу бағыттары синхронды, диахронды, макро және микро теориялық әлеуметтік лингвистика. Одан бөлек қолданбалы әлеуметтік лингвистика, эксперименттік әлеуметтік және проспективтік әлеуметтік лингвистика деген бағыттары да бар. Әлеуметтік лингвистиканың зерттелуі туралы Аман Абасилов көптеген ғалымдарды атап өткен. Олар Головин, Ахманова, Жермонский және де Филин. Әлеуметтік лингвистика дегеніміз тілдердің қарым-қатынасы және өзара әсерін де зерттейді. Олар тілдердің бір-бірімен қатар өмір сүргенде, бір-бірімен араласқан кезде, тілдердің бір-бірімен тоғысқан кезде қандай әсер беретінін зерттеп шығады. Тілдердің қатар өмір сүру дегеніміз бір мемлекет аумағында өзара аралас өмір сүріп жатқан немесе көршілес жатқан мемлекеттегі тілдердің ұзақ замандар бойы бір-біріне үнемі тұрақты түрде әсер етуі, ықпал жасауы. Ал тілдердің араласуы дегеніміз белгілі бір тарихи кезеңде екі тілдің қарым-қатынасқа түсіп, бір-біріне әсер етуі де кейіннен бір-бірінен қайта ажырап, әрқайсының өз даму жолына түсуі, өз бетімен өркендеуі. Ал тілдердің тоғысуы дегеніміз екі тілдің қарым-қатынасқа түсу нәтижесінде бір-біріне әбден сіңісіп кетуі. Тілдердің тоғысуы деп бір халықтың екінші бір халықты жеңіп, бағындырып, өзіне қаратып алуына байланысты болады. Билингвизм дегеніміз белгілі бір аумақ тіліндегі ұлтаралық қарым-қатынасқа түсетін, белгілі бір этникалық қауымдастықтың өкілдерінің немесе бүкіл қоғамның әртүрлі жағдайында екі тілді алма-кезек қатар қолдануы. Аман Абасиловтың «Әлеуметтік лингвистика» атты осы кітабы бұл студенттердің, магистранттардың әлемдік тіл білімінің қазіргі ең өзекті перспективалық бағыттардың бірі осы әлеуметтік лингвистика бойынша білімді өзіміздің ана тілімізде алуға көмектесетін, мүмкіндік беретін оқу құралы. Бұнда біз жас мемлекетіміздің одан әрі нығаю мен тілдік құрылысының қалыпты қызмет етуіне, этносаралық, тіларалық қатынастардың тең әрі тұрақты дамуына ықпал ететін демократиялық бағыттағы тіл саясаты мен этнолингвистикалық тілдік жағдаяттармен таныса аламыз. Әлеуметтік лингвистиканың пәндік және теориялық ұғымдарынан, қазіргі проблемаларынан, сондай-ақ оның өзіндік зерттеу әдісінен хабардар бола алады екен.